Саламатсыздар ма көрермендерім, қалай миокард мазалауын қойдыруға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеомда темір тапшылығы анемиясының емдеудің халық емі туралы айтатын боламын. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Келместің есігін күзет тұрып қоятын бұл кеселдің қаншалықты қауіпті екенін осы дертті өз басынан өткізген жандар ғана жақсы біледі. Сол себепті жүрекке күш түсірмей, оны аялау керек. Миокард мазалаған адамдарға ем түрлері. Долананың құрғақ жапырағы мен сасық шөптің әрқайсынан пустырник шөбі. 6 ас қасықтан алып майдалаңыз. Үстіне 1,5 литр қайнаған су құю керек. Ыдыстың бетін жауып, түнімен тұндырып қояды деп жазады Ауырмаңыз газеті. Осыны ұмытпастан, дәрі ішетін тәртіппен күніне 3 рет стаканның 3-тен 2 бөлігіндей мөлшерде ішіп жүріңіз. Екінші ем. Сарымсақ пен балда жүрек жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін сарымсақтың 2 данасын шаншып, 5 лимонды қабығымен қоса ет тартқыштан өткізеді. Бәрін біраз қасық балмен араластырып, ыдыстың бетін жауып, 7 күнге қояды. Дайын болған соң тоңазытқышта сақтау керек. Бұл қоймалжыңда таусылса қайтадан жасай отырып, 2 ай бойы күнделікті бір уақытта арасына 1 минут сала отырып, 4 ас қасықтан жейсіз. Мұны жасау түкте қиын емес, көп уақытты да алмайды. Жүрек ақауына арналған дәрілердің бәрінің де құрамынан осы қоспалар табылатындықтан бұл емнен қорқудың қажеті жоқ. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.